Адам қайтыс болардың алдында өзінің өлетінін біледі. Бірнеше күн бұрын, яки бірнеше сағат бұрын көзінің алдына көрінеді. Бұрынғы ата-бабаларымыз тақуалығы сондай дәрежеге жеткен, олар тіпті қоштасқан. Кейінгі біздің заманымызда адамдарға көрсетіледі. Бұл адам өлетін біліп, барлығымен сөйлесіп, өлем деп айтайын десе, айта алмайды. Бірақ басқа сөздің бәрін айтып, телефонмен звондап, анаған айтып қоштасады. Бұны қазақта бой жазу дейді. Бой жазу дейді. Сөйтіп, кейін өмірін қарасаң, қоштасқан өмір іспет танытады. Енді пайғамбарымыз айтады, адам қайтыс болатын күні бұл адамға бірнеше періште келеді екен қасына. Бірінші періштеге Алла бұйырады, оның мына жеп ішетін тамағын қараңдар, тамағын жеп бітті ма? Тамақты, мен жазған тамақты жеп бітпейінше жәннет тимеңдер десе, періште түгел бәрін аралап көріп, я Алла, сен пешенесіне жазған нәсібін бәрін жеп бітті бұл адам дейді. Екінші періштеге бұйырады екен, баратын, көретін, ұшырасатын адамдарын көріп бітсін, ол бітпесе жәннет тимеңдер десе, ол да аралап көріп бітірді жұмысының бәрін дейді. Үшіншісіне бұйырады екен, ауасы қалып қалған жоқ па, ауасы бітсін дейді. Сонда періште, сен жазған ауаны я Алла бітірді, өкпесінде сәл ғана ауа қалды, қазір тоқтайды деген екен. Сөйтіп, төртінші періште ғана бұның жанын алады. Егер бұл үшеуі бір жерге жиналмаса, кеше ғана самолет құлап, тірі қалып атқандарды көріп атсыз. Неге? Өйткені көретін жарығы бар, жеп ішетін нәсібі бар, атқаратын жұмысы бар, Құдай әлі тағдырын бітірмеген. Ал енді тағдыры бітсе, сандықтың ішіне тығып қойсаң да, Израильге апарып емдеймін десең де, Германияға барсаң да өлетін жер сол жақта өледі.